Радикалдану адам санасының біртіндеп қатыгез, төзімсіз, қоғамнан оқшау, жауыққан күйге көшуі. Бұл процесс бір күнде пайда болмайды, ол жүйелі түрде, жасырын түрде жүзеге асады. Кеше ғана қатарластары сияқты жүрген жас, бүгін ақиқат жолын таптым деп, айналасындағылардың бәрін теріске шығара бастайды. Мұндай адамның әлемге, қоғамға, мемлекетке, тіпті өз отбасына деген көзқарасы күрт өзгереді. Радикалданудың алғашқы белгілері қандай? Оқшаулану. Бұрын достармен араласатын адам біртіндеп айналасынан алыстайды. Ата-анасының ақылын тыңдамайды, қоғам мен дәстүрді жоққа шығарады. Сыртқы бейнесімен сөйлесу мәнері өзгереді. Киімі өзгеше бола бастайды. Сөйлеуінде түсініксіз діни терминдер жиілейді. Мінезінде жұмсақтық емес, қатқылдық байқалады. Қоғам мен билікке қарсы пікірлер айту. Мемлекет заңын мойындамай, ұлттық құндылықтарға күмәнмен қарайды. Бұл ең қауіпті кезеңнің бастауы. Күмәнді топтарға тартылу. Ондай адамдар жабық чаттарда немесе бейресми жиындарда байланыс орнатады. Өзара бір көзқарасты бөлісіп, өзгелерге жаулықпен қарай бастайды. Радикалданудың алғашқы белгілерін дер кезінде байқау теріс жолдың алдын алудың тиімді тәсілі. Әсіресе ата-ана баланың мінез құлқындағы өзгерістерге жіті мән беруі тиіс. Жастармен ашық сөйлесіп, сұрақтарына шынайы жауап берсек, оларды бөтен идеологиядан қорғай аламыз. Радикалдану